Итті майлы сүйекпен ұрсаң қыңсыламайды. Жалған радикалды идеологтардың жұмақ уәдесіне сенетін кей адамдардың күйі де осыған ұқсас. Мұндай әдісті жұрттың санасын улап, оларды өз мақсаттарына пайдаланатын озбыр топтар жиі қолданады. Солардың бірі Абдуллох Зуфар. Псевдо-уағызшының шын аты Зофир Гафоров. Ол Өзбекстан жерінде дүниеге келген. Кейін Мысырдағы заңсыз діни орталықтарды паналап жүріп, радикалды идеологияның ықпалына түскен. Зуфар өз жерлесі Катиба Таухид уаль Джихад атты халықаралық террористік ұйымның жетекшісі Содик Самарканди тарапынан идеологиялық өңдеуден өткен. Соның нәтижесінде таяу шығыстағы қақтығыстарға адамдарды тартумен айналысатын әккі үгітшіге айналды. Әлеуметтік желілер арқылы уағыз жүргізген сыңай танытқанымен, ол мемлекеттік құрылымды әлсіретуге бағытталған идеяларды насихаттайды. Зайырлы қоғам қағидаларын жоққа шығарып, такфиризм идеологиясын таратуға тырысады. Өткір әсерлі сөз арқылы көптеген адамның санасын улап, оларды қақтығыс аймақтарына жетелеуге ықпал еткені белгілі. Ескерте кетейік, терроризмді насихаттап, экстремистік әрекеттерді қолдаған Абдуллох Зуфар Өзбекстан билігі тарапынан қауіпті қылмыскер деп танылып, оған халықаралық іздеу жариялаған. Интерпол желісі арқылы іздеуде жүрген тұлғаның материалдарын жүктеу, сақтау немесе тарату заңмен қатаң тыйым салынады.